күнай болсын. Онда ештеңке айтпаймын, маған пока адвокат шақырып беріңдерші, одан кейін барып сөйлесеміз. Қазір мен ештеңке жазуға сендер құқыларың жоқ. Заңсыз ұстап алып келіп. Азимжановқа жаз. Азимжановқа. Данный айтпаймыз. Мен не үшін әкелгендерін түсіндіретін адам бар ма мына жерде вообще? Қазір түсіндіреді. Кезінде түсіндірсін. Дознание түсіндірді, Иә, кабинетте. мен ішке кірмеймін. Кабинетте отыр. Кірсем қазір соттан тастап кет дейсіңдер, мен сендерге сенбеймін. Сол үшін тікелей эфир жүріп жатыр, бүкіл Қазақстан қарап отыр. Осы арада шықсын да түсіндірсін маған. Не үшін әкелді, заңсыздықпен қол аяғымды бұрап қайырып. Иә. Иә. Шығып Заң түсіндірсін. бойынша бәрін түсіндірді. Иә. Ал. Что, Азимжанов пусть подойдет, да, сюда? Ага. Все хорошо. Ну, он здесь... Телефон сөйлемейді. Тікелей эфир жүріп жатыр. Ау. Тікелей эфир жүріп жатыр. Объект. Режимный объект болса да мен Қазақстан азаматы ретінде жаққа барасыз. Қазақстан азаматы ретінде неге мені заңсыз алып берді, соны түсіндіріп адам бірінші келсін. Осы араға бірінші түсіндірді, халық қарап отыр. Халық сұрап отыр. Жоқ, өшірмеймін. Значит, сүргө болмайды. Болады, неге болмайды? Мені заңсыз әкелуге бола ма сонда? Сіз заңсыз әкеп тұрған жоқ. Заңсыз әкеп тұр, қағаз повестка. Тергеушінің қаулысы негізінде. Повестка беру керек маған бірінші. Повесткаға. Одан кейін повесткамен өзім келуші едім Қаулы мен. негізінде әкеп тұрмыз сіз. Мені әкелу керек еді бірінші, беру керек еді қағаз повестканы. Бәрі өзі заңшыл бола қалады ондай кезде.